Өмір өзіңнен басталады. Жер бетіндегі әр нәрсені жақсы көре білу адамның өзін жақсы көре алуынан басталады. Адамның көп ойлана бермейтін ақиқат. Тіршілік күйбеңіне түсіп кеткен соң, ненің не екеніне мән беруден қаламыз. Бір сәтке тоқтап, айналаға көз салайықшы. Не көрінер екен? Өзіміз қандай болсақ, сол күйімізде жақсы көрге тырысайық. Әр адам кішкентай ғалам. Тәңір пендені жайдан жай жаратқан жоқ. Адамды тек сүюді үйренсін деп жаратады. Ұрпағымызға да сүюді үйретуіміз керек. Неге адам өзін жақсы көре алмайды? Ошо. Әрбір нәресте өзіне деген шынайы махаббатпен туады. Ал қоғам оның сол бейкүнә, пәк сезімін білдіреді. Дін де бұл махаббатты бұзады. Өйткені бала өзіне деген махаббатпен емес, жаратушыға бас июге тәрбиеленеді. Президентті кім жақсы көреді сонда? Ата-анасын кім жақсы көру керек? Баланың өзіне деген сезімінен көңілін бөлу қажет. Оның махаббаты өзіне емес, тек сыртқы нысанға ғана бағытталуына жағдай жасалады. Осының салдарынан адам тез жұтайды. Өйткені өзіңнен бөгдені жақсы көру, мейлі ол жаратқан болсын, Рим папасы болсын, өз әке-шешең немесе күйеуің, әйелің, балаң болсын, кім болса да адамды өзіне тәуелді етпек. Адам өзіне екінші садыға түсіріп алады. Нәресте ұлы қаған болып туады. Ол өзіне көңілі тоқ болып еді, бірақ әкесімен мені жақсы көр деді. Анасы мені де жақсы көрші дейді. Айналаның бәрі мені жақсы көр деп, оның сезімін сарқылтады. Өзін жақсы көре алмаған адам өзгені де сүйіп қарық қылмайды. Өзін жақсы көре алмаған адам өзгені сүйе алмайтыны ешкімді мазаламайды. Біздің қоғам мүлде кері бағытта дамып жатыр. Оны дұрыс деп айту қате. Біздің қоғамдағы адамдар өзгені жақсы көруге тырысады, ал есесіне берері дымы жоқ. Оның махаббатына да ешкім ештеңе бере алмайды. Неге ғашықтар үнемі керілдеседі? Бір-бірін қызғанышпен буындырады. Себебі сондай қарапайым. Қалаған ала алмай әуре. Өйткені екеуі де кедей, жарлы, дымы жоқ, бос кеуде, бой күйес. Баланың тәрбиесі дұрыс болса, оған өзін жақсы көріп өсуге мүмкіндік тудырса, ол өзіне деген махаббатпен өседі. Суы шүпілдеген құдық сияқты. Суы толысқан соң, яғни махаббатты толысқан кезде, адам онымен бөлісуі қалыпты жағдай болуы тиіс. Махаббаты жетілген соң, оны өзге жанға беру керек. Сонда ғана махаббат сен өзгеге тәуелді етпейді. Адам берешек. Берген адам кедей емес. Екіншісі де солай, беруші болады. Екі қаған, екі еркін жүрек кездескен кезде зор қуаныш шуақ шашады. Ешкім ешкімге тәуелді болмайды. Екеуі де азат ойлы, жеке тұлға. Өз негіздерін терең таниды. Өздерінің сезіміне, сенімі нық. Өзін жақсы көріп өскен адам, тамырын тереңге жіберген өсімдік сияқты. Өзін жақсы көрген сайын махаббат деген шырын еселене береді, тамыры тереңдейді.
бүршік атады, гүл ашады. Мұндай адамды рым-тыйымдардың кесірінен, қоғам ойлап тапқан шектеулерден таба алмаймыз. Қоғам сенің махаббатыңды өздеріне бас игізу үшін ұрлап алады. Сенің тұлғалы өзгешелігіңді таптады, оның логикасын түсінуге болады. Шынайы махаббат қандай мәді болмасын, құтқарушы болмасын, оған деген махаббат артып кетсе, онда адам оның көлеңкесіне айналмақ. Егер адам өзіне деген махаббатқа қанып өссе, онда мені біреу құтқарсын демейді. Мұндай адам өзін өзі құтқарған есепті. Жұмақ туралы қам жесеңіз, онда сіздің жұмақ жүрекпен өмір сүру екенін түсініңіз. Өзіңді жақсы көріп үйренсең, ақыл айтатын адам қалмас. Имам тез өледі, саясаткер соңынан еруші болмаған соң тез ұтылады. Билік пен үлкен корпорациялар банкрот болар еді. Олардың барлық адамды психологиялық тұрғыда эксплуатациялаудың арқасында күн көреді. Өзіңді жақсы көру сондай қиын емес қой. Өйткені адам туа бітті, осыны керемет қабілетінен жүре бар айырылады. Өзіңді танымай тұрып өзгені жақсы көруді үйретсе, керісінше істеу әлде қайда жеңіл. Тек түсіне білуге байланысты. Мен өзімді жақсы көруге лайықпын. Өмірдің мәні өзіңе деген махаббатты өсіру. Мұндай махаббатты сезінбеген адам ешқашан есеймейді, тек қартаяды. Мен ешқашан тұлға бола алмаймын. Өзіме деген махаббатсыз ешқашан адамгершілігі мол, абыройлы, бүтін тұлға болып қалыптаса алмаймын дегенді мойындау керек. Егер адам өзін сүйе алмаса, онда өзгеге деген махаббатта шынайы болмайды. Көптеген психологиялық түйткілдер адамның махаббаты өзінен ұрланып, бұрмаланып, өзгеге бағытталу салдарынан орын алады. Махаббат ұрланған адам ешкім емес, болуға тиісті қалыбын жоғалтқаны. Мұндай адамның әрекеті түзетілуі керек. Әр адам тұлға болуға қақылы. Жапон елінде 400 жыл жасаған ағаштар бар, бірақ олардың биіктігі тек 15 сантиметр ғана. Бұны олар өнердің бір түрі деп бағалайды, ал шын мәнінде ағаштарды өлтіріп жатыр. Ағаш көне болып көрінеді, ал бойы 15 сантиметр ғана. Негізі бұл ағаштарды еркіне қойса, олар 30 метр биіктікке дейін өсереді. Оларға не істейтінін білесіз бе? Ерекше тәсіл қолданады. Олар ағашты ыдысқа сап өсіреді. Ыдыстың түбі жоқ, тамырын ыдыстан шыққан сәтте қиып тастап отырады. Ал тамыр тереңге бойламаған ағаш бекіте алмайды. Тәпелтек болып қала береді. Уақытынан бұрын көнереді, бірақ биікке ұмтылмайды. Адамдарға да осындай тәсіл қолданылады. Адамды дамытатын өзіне деген махаббаты. Әр адам өзімшіл болу керек. Діннің бәрі адамды альтруист болуға үйретеді. Адам өзін кез келген ойына құрбан ете бергіш. Дін үшін де, мемлекет үшін өзін құрбан ететін адамдар. Жер беті шекараға бөлінбеген еске түсірсе екен. Жерді бөлу саясаткерлердің ойынынан шықты. Дін үшін басын бәске тігетіндерді де түсіну қиын. Ұлт үшін өлсең, еркек тоқты құрбандық дейді. Өзіңе қол жұмсасаң, кәпірсің дейді. Дін үшін соқсаң, жаның жұмақтан орын алады деп сендіреді. Адамды бағындырғысы келеді. Барлық манипуляцияның негізі бір. Ол адам өзін жақсы көрмеу керек дегенге саяды. Сенің құның көк дейін. Өзіңді жақсы көру ұяттылық деп бағалайды. Адамдар өзін жек көреді. Егер адам өзін жек көрсе, оны біреу жақсы көре ала ма?
Егер тіпті өзіңді жақсы көрмесең, сені кім жақсы көре алады? Өзгенің махаббатына бұл жағдайда қалай сенуге болады? Адам туа салысымен белгілі бір қағидаларға, діни догмалар, саяси идеологияларға сеніп өссе, оның құны жоқ. Адам туғанда өзінің өмірін алдын ала таңдап қоймады. Оған оны тықпалады. Әрбір нәресте өмірге таза тақтайдай болып, саф күйінде келеді. Оның санасында Інжіл, Құран, капитал жазылмаған. Ол өзімен бірге ешбір қасиетті кітапты да тудырмайды. Бейкүнә сәби. Бірақ оның осы бейкүнә қалыбы кей адамдар үшін тыныштық таптырмайды. Діни қызметкерлер, саясаткерлер, ата-аналар, мұғалімдер оның таза санасына өзінің қалауын шемайлайды. Бала соның бәрі маған керек екен деп қабылдайды. Адамдар баланың қалауын білдіреді. Содан кейін өз қалауын тықпалап, баланы тізерлетеді. Қиын адамдар. Миллиондаған жылдар бойы бір көрініс қайталана береді. Адам құлдық санадан құтыла алмай өмір кешіп жатыр. Өзің толыққанды емесін сезініп өсіп жетіледі. Өзінің не істесе де пайдасын тигізе алмасын біліп қиналады. Одан талап еткеннің бәрін орындай алмасын біледі. Осы олқылықты түсінген мәділер күшейе береді. Адам оларды құтқарушы деп сенеді, ал олардың адам күшін пайдаланатын езіп жаншу жалғаса береді. Адам өзін құтқара алмайды. Қағидаларға бек сүйенгендер сіздің еркін жүзуіңізге жол бермейді, ал сіз өздігіңізден батып кетуіңіз әбден мүмкін. Саясаткерлер халқын кедейліктен құтқарамыз деп алдайды, бірақ кедейлік кемімейді, қайта керісінше қанатын кеңге жайып келеді. Эфиопияда күн сайын мыңдаған адам аштан өліп жатыр, ал Америкада 500 миллион халық семіздіктен зардап шегеді. Америкада адам тамақты көп ішкеннен өлсе, африкалықтар жерге нан таппай қырылып жатыр. Бұл фәнидің несі ақиқат? Үндістанның да жарты халқы зорға нан тауып жеп отыр, ал үкімет бидайды сыртқа экспорттап келеді. Оларға ядролық қару, атом энергиясы керегірек. Оларға да адам емес, бәйгеден алар жеңіс қана маңызды. Ол жеңістің адам өмірімен келетін ешкім ескеріп жатқан жоқ. Үндістан Америка сияқты ядролық мемлекет болуы үшін 300 жыл керек екен анық. Бірақ оны есептеп жатқан ешкім жоқ. Билікте құрту мен құру бақытында ғана дамып жатыр. Соның барлығы альтруизм құрметіне бағышталады. Мен әр адамның өзімшіл болғанын қалар едім. Өзіңізді жақсы көріңіз, өзіңізді бағалаңыз. Ешбір адамдардың осы махаббатыңыз орта жолдан білдіріп, қисық жолға салуына жол бермеңіз. Ешбір діни, саяси, әлеуметтік, ағартушылық қағида сіздің махаббатыңызға нұқсан келтірмеуі тиіс. Дін мен ұлт адамды іштей тез шірітеді. Сіздің басты жауапкершілігіңіз ол сіз. Егер әр адам өзін жақсы көріп, өзіне қамқорлық жасай білсе, оның интеллекті өседі. Оның махаббаты тез толысады. Өзін шын жақсы көру фәлсапасы адамды шын бақыт етеді. Өйткені өзінде беретін қазынабы көбейген соң бөліскісі келеді. Бөлісу адамды бақыт етеді, қуанышқа бөлейді. Альтруизм деген өзіңді жақсы көрудің кері әсерін ғана береді. Егер адам өзін жақсы көрмесе, ол әлсіздігін сезінеді. Жақсы көру деген қоректену, қуаттану. Өзін жақсы көрмеген адам бар жауапкершілікті өзгенің мойнына ілгенді жақсы көреді. Құдай жауапты, тағдыр жауапты, басқа адамдар, тек сіз емес, Хауанан азғырған жылан жауапты. Жауапкершілікті өзгеге ілу деген үлкен жауапсыздық. Жауапкершіліктен қашу адамның жеке тұлға болып қалыптасуына кереғар әсер етеді. Адам жауапкершілікке өзін жақсы көре білген кезде келеді. Әр адам өз жауапкершілігіне қуанып, соған сай өмір сүреді. Жауапкершілікті өзгеге арту, уақыт жоғалту, еркіндігіңді ұрлату, өзгенің тәуелділігіне түсу.
Жауапты болу адамға қуат күш сыйлайды, адамның тамырын тереңге тартуға мүмкіндік береді. Жауапкершілікті алудың қайнар бұлағы өзіңді жақсы көруден басталады. Менің таңдауым. Жұмақ адамға еркіндікпен өзінің менін сыйлайтын орда болса керек. Жұмақ адамды жіпсіз байлап ұстайтын абақтыға айнала алмайды. Мына жолмен жүрсең жұмаққа барасың деушілерге сену таза ақымақтық. Жұмаққа жолды адам өз менімен, өз жолымен салуы тиіс. Адам ең алдымен өзінің менін табу керек. Өзіңді сыйла. Жер бетінде аяқ басып жүргенің үшін бақытты сана өзіңді. Әйтпегенде адам жер басып жүрмес еді. Жер бетінде жүргенің үшін ешкімге ештеңе берешек емессің. Тек жүрегіңе сен. Адам өзіне сенсе, әлемдегі көп тығырықтан құтылар еді. Сонда адамды ешкім езіп, жаншуға беттемес еді. Өзін жақсы көруді үйренген адамның бүтіндігі. Екі аяғына нық тұрған адам басына не іс түссе де оны көтере алады. Өмірге риза көңілмен жүреді. Ол тіпті өлімді де ризашылықпен қабылдайды. Өзіне билік жүргізуге мүмкіндік бермейтін адамды қоғам жазалауды дұрыс санайды. Бірақ азат адам әрдайым өзінің еркіндігін жоғары бағалайды. Сократ айтыпты, өтірікпен аярлықтан көз ашпаған қоғамда өмір сүріп шындықты айту деген өлім сұрау дегенді білдіреді. Сондықтан менің өліміме ешкімді кінәлемес, тек өзім ғана. Шындық айтпасам өлгенім артық, менің таңдауым. Өзімнің ойыма сай, сезімдерімді жасырмай, қалаған өмірімді сүрдім. Енді дәл солай өлгім келеді. Ешкім өзін кінәлі сезінбесін. Өз тағдырыма өзім жауаптымын. Ешкім мен үшін ештеңе шешпейді.